Өз қимылына сенімді суретші Дэвид Онернок жаңа туындысын жасап жатқан болатын. Алайда терезенің сыртынан естілген баланың дауысы оны сурет жайлы ойларынан бөліп жіберді. Қолында көбелек ұстағышы бар қызы Леони оны өзімен бірге ойнауға шақырып тұрды. Дэвид далаға шықты, бірақ қызының жанында уақыт өткізу үшін емес. Ол оған анасы жақында келетінін айтты. Қыз жалғыз қалды, бірақ көпке ұзаған жоқ, көңілсіздігі сейіліп, жанында әдемі көк көбелек қалықтап жүрді. Және ол оны ұстауға құлшына кірісті. Сол сәтте Дэвид көршісі Джияға барды. Джия оның бір апта бойы жоғалып кеткеніне, сурет салуға сүңгіп кеткеніне ренжулі еді. Және оның көрмесі жақындап келе жатқанына мән берген жоқ. Бірақ олардың жанжалы соңына дейін бармады. Өйткені ашу-ыза кенеттен құмарлыққа ұласты. Дэвид үйге қайтып келді. Бірақ қызы көрінбеді. Тек бассейннен шығып тұрған көбелек ұстағыш қана көзге түсті. Дэвид суға секіріп кетті. Бірақ бәрі кеш еді. 5 жыл өтті. Дэвид мүлде ішкілікке салынып кеткен еді. Және енді тек бір ғана нәрсені қалады. Бұрынғы әйелі Маяны көруді. Бірақ Маяның жаңа жігіті оған есіктен аттауға да рұқсат бермеді. Мая сыртқа шығып, бұл жолы не қалағанын, одан не естігісі келетінін сұрады. Ол шынымен де көршісімен көңіл қосып жүрген кезінде қыздарының өлімі үшін оны кешіргенін естуді қалады ма? Бұл оның кінәсін жеңілдетіп, оның өмірінен кетуіне себеп бола ма? Дэвид үнсіз кетіп қалды. Бірақ кейін Маяға қоңырау шалды. Ол ешқашан енді мазаламайтынын, енді ешқашан қоңырау шалмайтынын айтты. Және шын жүректен кешірім сұрады. Осы сәтте Дэвид қызының дауысын естіді. Сол соңғы күндегідей, ол оны сыртқа шақырып тұрды. Дэвид бассейнге қарай бет алды. Леони әкесінен неге күтіп тұрғанын сұрады. Дэвид енді ештеңе емес, деп жауап берді де, лас әрі мұздай суға секіріп кетті. Ол өзін теңізден шығып келе жатқанда елестетті, ал қызы оған қарай жүгіріп келе жатыр. Бірақ бұл көрініс көз алдында быт-шыты шығып кетті. Өйткені Дэвидті судан тартып шығарып, алғашқы көмек көрсетті. Бұл кезде Мая алаңдап, оның досы Максқа қоңырау шалған еді. Макс пен Дэвид барға барып, жылынбақ болды. Сөз арасында әңгіме Макстың балаларына ауысты. Бірақ көп ұзамай Дэвид досының сөзін естімей қалды. Ол тағы да қызын көрді. Ол кешірім сұрап, дәретханаға баратынын айтып, терезе арқылы қашып кетті. Оған енді қараушы қажет емес еді. Мұзға тайғанап құлап бара жатқанда, ол мұз боп қатқан көбелекті байқап қалды. Көбелек оның алақанында жылынды да ұшып кетті. Дэвид оны қуалай жөнелді. Көбелек оны бұталар арқылы жертөлеге бастап әкетті. Дэвид көк көбелекті үнсіз ерді. Сыртта түн болса да, жертөле одан да қараңғы еді. Ол көзімен әрең көріп біраз жүріп, алдына жарық түскенін байқайды. Бұл ашуы қиын есік еді. Ол есікті ашқанда, іші күн нұрына малынған, құстар сайрап, айнала жасыл желекке оранған. Дэвид өзін өз көшесінде жүргендей сезінді, бірақ бірдеңе дұрыс емес сияқты еді. Мезгілмен уақыт мүлде басқа болатын. Ол таңғалып келе жатып, қызына көзі түсіп, бассейнге қарай жүгірді. Бірақ оны жүк көлігі қағып кетті. Дегенмен Дэвид ауырсынуға мән берген жоқ, өйткені дәл сол сәтте оның қызы бассейнде еді. Ол суға секіріп кетті. Және бұл жолы оны құтқара алды. Қызы анасына бұл жағдайды айтпауды өтінді. Дэвид оны құшақтап қатты қысып ұстады. Мая әлі оралмаған болатын. Үйде бәрі 5 жыл бұрынғыдай күйде еді. Леони ұйықтап қалды, ал Дэвид қуаныштан жылап отырған қызын бақылап отырды. Ол сыртқа шықты, бірақ телефоны шыр етіп, оны қайтадан шындыққа тартып алды. Дэвид жауап бермеді. Осы кезде ол өз-өзін көріп қалды. Ол қылқаламдарын жинап жатқан еді. Екі Дэвид те қорқып, олардың арасында төбелес басталды. Қазіргі Дэвид бұл әлемдегі ескі нұсқасының өмірін қиды. Өз денесіне қарап тұрған ол не болғанын түсінуге тырысты. Бірақ шу қызының оянып кетуіне себеп болды. Қызы не болып жатқанын көруге келді. Дэвид оған бөлмесіне қайтуды бұйырды. Қызы кеткен соң, ол болған қылмысты жасыра бастады. Денені қоқыс салатын пакетке орады, еденді мұқият тазалады. Содан кейін телефон қайта шыр етті. Бұл жолы Дэвид жауап берді. Мая еді. Жұмыстан кешігетінін айтты. Дэвид телефонды қойып, қабір қазуға кірісті. Енді бәрі өзгереді. Жылы судың астында Дэвид болған жайтты ой елегінен өткізіп, енді не істеу керектігін ойлады. Өзін қолға алып, үстіндегі киімдерін өртеп жіберді. Дәл осы кезде Мая қайтып келді. Ас үйде жүрген әйел Дэвидтің көз тастап отырғанын байқады. Ол қыздарын түскі асқа шақырып қойын сұрады. Өйткені оларда қонақ бар еді. Макс. Түскі ас кезінде Мая Леонинің басында сызат барын байқады. Дэвид ол велосипедтен құлап қалғанын тез түсіндірді. Қонақ қыздың әкесіне дулыға алып беру керек екенін айтып, ескерту жасады. Алайда Леони ол менің әкем емес, деп жауап берді. Кенет қыз жылап жіберіп, дастарханнан жүгіріп кетті. Мая артынан ілесті. Ол қызынан мұндай сөздерді айтпауын өтінді. Тіпті әкесіне қатты ашулы болса да. Дэвид шеберханасына барды. Мая онымен сөйлесуге келді. Ол Леонидің олардың арасындағы қиындықтарды сезіп жүргенін айтты. Шынында да қиындықтар болған. Жуырда Дэвид Маяға оны екінші рет алдағанын мойындаған еді. Бірақ бұл басқа Дэвид болатын. Әрине ол бұл жайлы айта алмады. Сенбі күні Дэвидтің туған күні еді. Және Мая достарын шақырғысы келді. Ол таныстарының бірінің нөмірін сұрады.
ол оның телефонында болуға тиіс еді. Бірақ Дэвид ол нөмірді таба алмады. Сол кезде ол телефон өлі Дэвидтің қалтасында екенін түсінді. Сол түні кеште Дэвид қабірді қайта қазды. Кенет қараңғылықтың ішінен көршісінің дауысы естілді. Ол Дэвидтің бүгін көлік қаққаннан кейінгі жағдайын сұрады. Дэвид өзінің құпиясы әшкереленуі мүмкін екенін түсініп, абай бола бастады. Ұйықтай алмады. Болған оқиғалар санасына сыймай-ақ қойды. Таңертең Майя тағы да әлгі танысының нөмірін сұрады. Дэвид телефонын әлі таба алмай жүргенін айтты. Майя Дэвидтің нөміріне қоңырау шалды. Ал тұтқаны бір әйел көтерді. Дэвид кездесуге келісті. Баяғыда әйелімен көзіне шөп салып жүргенде телефонын жоғалтып алғаны белгілі болды. Ол Гияға барды. Гия Дэвидтің түрі өзгеріп кеткенін байқады. Дэвид телефонын алды да кетуге ыңғайланды. Бірақ Гия оны оңайлықпен жібергісі келмеді. Ол олардың қарым-қатынасы жайлы не болатынын білгісі келді. Алайда Дэвид, менің отбасым бар, бәрі бітті деп жауап берді. Гия Дэвидті бопсалап, әйелі Майяға бәрін айтып қоятынын айтып қорқытты. Бірақ Дэвид бәрібір кетіп қалды. Оны үйден шығып бара жатқанда Макс көріп қалды. Ол Гия мен Леониді байқатпай ішке кіргізіп жіберіп, Дэвидтің кетуіне жол ашты. Кейінірек барда екі дос әңгімелесті. Макс Дэвидті ұрып тастағысы келетінін айтты. Бірақ Дэвид Гия мен көзіне шөп салмағанын, бәрі басқаша екенін жеткізді. Ол шынын айтып, Максқа өз жағдайын түсіндіруге тырысты. Бұл бұрынғы Дэвид емес, 5 жыл үлкен Дэвид екенін айтты. Ол қалай бір есік тауып, ішінен бәрі дұрыс әлемге кіріп кеткенін, онда Леонидің тірі екенін баяндады. Макс 5 жыл бұрынғы Дэвидке не болғанын сұрады. Дэвид оның денесін бақшаға көмгенін мойындады. Макс оның сөзін сандырақ деп қабылдады. Бірақ Дэвид болашақтағы Макстың әйелі мен балаларының аттарын айтып, оның картиналарына деген сұраныс жақында өсетінін жеткізді. Бірақ Макс бұл сөздерге сенбеді. Кейін Дэвид Леониді алып кетуге барды. Сол жерде Майяның басқа өмірдегі сүйіктісін көріп қалды. Ол музыка мұғалімі еді. Ол Дэвидтен Майяға сәлем айтуын сұрады. Бірақ Дэвид жымиып жоқ, айтпаймын, деді. Қайтып бара жатқан жолда Дэвид Леониден мұғалімі туралы сұрады. Леони мұғалімді де, флейта үйренгенін де ұнатпайтынын айтты. Сонда Дэвид, бір құшақ үшін анаңа флейта сабақтарын тоқтатуды айтып көремін, деді. Қыз әкесін дереу құшақтап алды да, флейтасын бұталардың арасына лақтырып жіберді. Үй ауласында Майя туыстармен және достармен демалып отыр еді. Балалар ойнап жүріп, көмілген дене жатқан жерге жақындап қалды. Олар жағымсыз иіс сезіп қалды. Бірақ Дэвид оларды тез арада басқа жаққа алып кетті. Кешкісін Майя Дэвидпен сөйлесуге келді. Ол бұрын ұзақ уақыт бойы оған сенбей жүргенін мойындады. Бірақ қазір сенуді үйренгісі келетінін айтты. Кейін Дэвид Леонимен сөйлесті. Қыз әкесін сұрады. Ол олардың айқасып, қан төгілгенін көргенін айтты. Дэвид оған әкесінің тірі екенін, бірақ алыста екенін айтты. Барлық әкелер періште екенін, қыздарын қорғау керек екенін жеткізді. Өзі де сондай періште. Бірақ Леонидің шынайы әкесі оны қорғай алмаған. Ол дұрыс уақытта қасында болмаған, сол үшін Дэвид оның орнын ауыстырған. Ол енді оның әкесіндей, бірақ одан жақсырақ. Леони онда неге ол әкем маған қоштаспай кетті, деп сұрады. Дэвид өйткені ол ұялып кетті, деді. Майя көшеде келе жатып көршілердің өзіне көз тікпей, бұрылып кететінін байқады. Бұл оған бір түрлі көрінді. Кешке Майя Леониді ұйықтатты. Дэвидке алғаш рет ұзақ уақыттан бері жақын болуға мүмкіндік берді. Ақыры Дэвидтің туған күні де келіп жетті. Үлкен той болды. Достары, туыстары жиналды. Сол сәтте Дэвид өзін шексіз бақытты сезінді. Қонақтар көңілді әңгімелесіп, күліп жатқанда, Леони стел басында сурет салып отырды. Макс оның жанына келіп отырды. Бір кезде ол кенет бақшаға қарай жүгіріп шықты. Дэвид не болғанын көріп, артынан ерді. Леони жақында ғана көрген қылмыс көрінісін қағазға салып қойған екен. Макс бақшада көмілген Дэвидтің мәйітін көріп, есеңгіреп қалды. Олардың арасында жанжал шықты. Сол сәтте көршісі келіп, Макстың өмірін қиды. Ол Дэвидке ешкім көрмей тұрғанда, тезірек әрекет ету керектігін айтты. Көршісі Дэвидке Макстың денесін жасыруға көмектесті. Көлікте жалғыз қалған Дэвид көз жасын тыя алмады. Бірақ ол үйге қайтуы керек еді. Киімін тастап, үйге қайтып келді. Сосын Майяға олардың қауіпте екенін, бірден кету керек екенін айтты. Дэвид отбасын өзі келген есікке бастап апарды. Бірақ Майя артынан ермеді. Ол қайтадан оларды алып кетуге оралды. Бірақ туннелден шыға бергенде, біреу бетіне соққы жасады. Көршісі оған қару кезеніп, Дэвид қайда қашса да, оны бәрібір табатынын айтты. Екі жақта да. Себебі ешкім қайтып оралмайтын. Дэвид үйге қайтып келді. Майя мен Леони тыныш ұйықтап жатқан еді. Дэвид бүкіл түнін келесі не істеу керек екенін ойлаумен өткізді. Таңертең Майя одан кешегі не болғанын сұрап, туннелдің не екенін білгісі келді. Бірақ Дэвид бәрін ішкен ішімдік пен Макс берген бірдеңеге жапты. Көршісі келіп, құбырлармен көмектесіп беруін сұрады. Оның үйінде көрші өзінің бұл әлемнен емес екенін мойындады. Бірнеше апта бұрын түрмеден бір күнге босап шығып, кездейсоқ есікті тауып алғанын айтты. Ол да өз баламасының өмірін қиған. Және олар екеу ғана емес екен.
бұлар әлдеқайда көп. Дэвид жалғыз емес. Басқалар да күйзелістен шыдай алмаған. Олар бейімделе алмаған. Бәрі үйін сағынған, бәрі өзін кінәлі сезінген. Бірі бірден кері қайтқысы келген, бірі полицияға барғысы келген. Дэвид те солардың қатарынан. Ол бұл хабарды қорытуға тырысты. Жүйкесі шегіне жеткен еді. Майя бірдеңе дұрыс емес екенін сезді. Кенет көршілердің оның досының үйіне жасырын қарап, солай бет алғанын көрді. Дәл сол сәтте Леони сол үйде болатын. Майя байқамай олардың баламаларын қалай өлтіріп тастағандарын көріп қойды. Және олар оны байқап қалды. Майя балаларды алып, Дэвидке бәрін айтып берді. Бірақ Дэвид оған полицияға хабар бермеуді өтінді. Майя қорқа бастады. Кенет есік қағылды. Көршілер келген екен, олар қызын сұрады. Майя Леониді оларға беруден бас тартты. Бірақ Дэвид полицияға бәрі жақсы деп жауап берді. Ол не істерін білмеді, құпияны жасыруы керек еді. Бірақ әйелінде жоғалтқысы келмеді. Сол сәтте телефон шырылдады. Трубканы көтерсе, ар жағында Майя. Басқа әлемдегі Майя. Ол сөйлескісі келді. Оның әлемінде қызы қайтыс болған екен. Сондықтан ол Леонимен болғысы келетінін айтты. Бәрін қайта бастауға ұсыныс жасады. Осы кезде өз әлеміндегі Майя қызын жетектеп, сақтықпен үйден шығуға бет алды. Бірақ Леони оған, анашым, уайымдама, деді. Көршілердің қызы енді басқа ата-анамен тұрады. Себебі бұрынғысы оған дұрыс қарамаған. Жаңа әкем маған солай айтты. Майя бәрін түсінді. Дэвид көршілерге Майяға тиіспеуді өтінді. Бірақ олар оның бәрін ашып қоюынан қорқып, шешімдерінен бас тартпады. Дэвид үйге қарай жүгірді. Жолда бұрынғы ғашығымен кездесіп қалды. Қысқа ғана әңгімеден оның бұл әлемде енді жоқ екенін, оны да біреу алмастырғанын түсінді. Бірақ сөйлесуге уақыт болмады. Үй бос еді, тек сырт көзге ғана. Майя кенеттен Дэвидке шабуыл жасады. Оны еденге құлатты да сен кімсің? Деп сұрады. Дэвид, егер сен маған сенбесең, өзің зардап шегесің, деді. Майя күйеуінің өлтірілгенін білетінін мойындады. Бірақ Дэвид оған, мен сені енді бәрібір сүймеймін, деді. Дэвид екеуінің басқа жаққа қашуын ұсынды. Олар заттарын жинап, кетуге дайындалды. Дэвид қызына қатты құшақтап, бұл соңғы қоштасу екенін сезді. Сол уақытта көршілер Дэвидтің тапсырманы орындамағанын біліп, қаруланып, оның үйіне қарай бет алды. Дэвид оларды алаңдатып жатқанда, Майя мен Леони көзге түспей қашып кетпек болды. Бірақ сәтсіз шықты. Басқа әлемдегі Майя жүгіріп келіп, Леониді құшақтап алды. Майя өзінің баламасынан оларды босатуды сұрады. Жылаған күйі басқа Майя қызын жіберді. Қашып бара жатқанда оларға оқ жаудырылды. Бірақ дәл сол сәтте Дэвид өз-өзіне келіп, барынша көмектесті. Бір сәтке оның көзі Майямен түйісті. Майя дәл сол сәтте сиқырлы есіктен өтіп бара жатқан еді. Дэвид автокөлігін туннельге айдап барып соқты. Туннель опырылып түсті. Енді ол ешқашан қайтып орала алмайды. Сол сәтте басқа әлемдегі Майя бассейн жанына келді. Дэвид оның жанына отырып, жылап отырған Майяның қолын ұстады. Олар бәрін қайта жоғалтты. Бірақ бір-бірінен басқа ештеңе қалған жоқ.